Назар Усеншанқызы, қайырлы күн. Сіз Байтақ партиясынан мәслихат депутаттығына өттіңіз, иә? Сізді құттықтаймыз. Қазіргі таңда Ұлытау облысындағы экологиялық жағдай туралы айтып берсеңіз. Жақсы, енді экологиялық жағдай дегенде бізде өндірісті өңір бұл. Бұған дейін де экологиялық мәселелер жиі қозғалған. Арна республикалық комиссия жұмыс істеді. Бұған дейін ол баспасөз беттерінде белгілі. Ал қазірде енді осы комиссияны ол негізгі зерттеулерін қорытындылаған кезде онкологиялық аурулардың қатты өршіп тұрғанына байланысты барлық министрліктерден салалық оған құрамына және сенаттан, мәжілістен депутаттар кірген комиссия жұмыс істеді. Топырақтан сынамалар алды олар. Бірақ енді негізгі келген кезде қорытындысында енді ондай ауруды тудыратындай немесе жаңағындай ондай бір әсерлер жоқ деген қалыпта бұл комиссияның жұмысы тоқтатылды. Сіздің ойыңызша оның себебі неде, қандай өндіріс орындары ма, нақты аттарын атап өтсеңіз? Енді мен